18-ге дейін ағзаға неше бір витамин, тамақ барлығы қажет. Оған ешқандай ораза ұстауға, жасөспірім балаға ұстауға болмайды. Сондықтан да шешім қабылдау керек. Қай жастан бастап біз оған рұқсат береміз. Қазір мектепте тапсырма орындамай келген балалар айтатын көріне, мен ораза ұстап жүрмін, мен сабақ оқи алмаймын деп. Бұл деген тікелей білімге қарама-қарсы әрекет. Ендеше бұны есепке алу керек қой. Неге біз қарап отырамыз? Біз болашағын құртып отырмыз ғой. Әрине, ораза ұстау үшін, Құран оқу үшін, Құранға сенімін білдіру үшін күні бойы соны сеніп отыру керек болады. Ол бала күрәшін аш жүргенін, сол Құдайға сенгенін деген сияқты ол дұрыс емес. Және дұрыс айтып отырады. Ағзаның өсуі, ол әрине ол өсіп келе жатқан ағзаға күні бойы тамақ керек. Таңертеңгі әлгі май жеу керек деген сияқты, ми істеу үшін таңертең май жеу керек дейді. Сармай жеу керек дейді ғой. Қолын сармай жеу керек дейді. Кішкене болса да ет жеу керек дейді. Белок деген әлгі қазақшасы шоколад жеу керек. Ақуыз дейді. Ақуыз жеу керек таңертең. Сондықтан мектептің балалары ораза ұстамау керек деп ойлаймын. Иә, солай заң шықса тіпті жақсы болар еді. Өйткені ол енді балаларды, жастарды елігеді ғой. Мода дейма, сосын әрине бәрі қазір сосын бәрі барып кешке жаққа ораза ұстап деп ауыз ашады. Ол күні бойы ол Құран оқымайды. Меніңше ауыз бекіткен кісі 5 рет Құран оқиды. Жығылу керек, соңында ғана ауыз бекіте алады. Ал енді жастар жүгіріп жүріп, ол Алланың есінде алмай жұмыс істеп жүрген кісілер. Мектепке баратын бала, ондай ұстамау керек ораза. Өсіп жатқан ағзалы балалар өсіп жатқан енді дамып жатқан кезде қандай пайдалы нелер. Өзі оразасызды балалардың асқазаны өзі құтылады. Жеңіс тамақ ішпейді. Енді мына жерде өзім мысалы, мен өзімнің ойымды да айтып кеткен, қосыламыз, енді осы жерде айтып отырған. Бірақ та осы жерде жаңа тарихшы ұстаз Гаухар сол кісіге мыңда рахметімді айтайын деп отырмын. Себебі шыны керек, мына жаңағы оқушылар, олар мына оразаны мода ретінде көріп кетті ғой деймін. Ой, мен де ұстаймын, сен де ұстайсың, бәріміз де ұстаймыз деп, солай бір-біріне еліктеп, солай ораза ұстап жүр. Енді біздің балада үйдегі айтып жүр, біз ұстаймыз бірнеше бала. Сосын бір күні келіп тұр, айтады, бізге мұғалім айтты, ораза ұстауға болмайды сендерге. Ой да қандай қуанып жатыр. Себебі оған мен мысалы әже ретінде түсіндіріп айтам ғой енді. Сен ораза ұстасаң, сен бүйту керексің, сөйту керексің, ананы істеу керексің, мынаны істеу керексің. Сендер оны істемейсіңдер. Сондықтан ол бал болады, ол күнә болады. Содан мұғалім айтқаннан кейін мұғалімнің сөзі заң ғой енді. Мұғалім айтқаннан кейін үйге келіп, сосын өзі маған сөйтіп айтқаннан кейін қуанып қалдым да, сосын өзім ішімнен ылғи айтып ойлап отырам, сол мұғалімге де мыңда рахмет, балаларға дұрыс түсінік берген үшін. Жақсы. Мысалы біз танысқан осы мұғалім. Рамазанда оразасынан қиылатын нелері көп балалар білмейді ол. Жоқта болмайды, не болмайды, балалар білмейді. Бір-біріне еліктеп. Ол бәрі өткені ол жаңағы фитака болмайды, модалар сол дұрыс айтасың. Енді мысалы біздің мектепте де бар сондай балалар. Енді біздің мектеп орыс болғаннан кейін тарихшылар да бәрі орыстар. Әлгі балаларға енді қарап тұрсам, сабақтың үстінде жатыр. Неге сен жатырсың? Мен ораза ұстадым. Мен ұйқым қалған жоқ. Содан кейін былай шығарып алып енді түсініп бердім, енді айттым. Бұлай дұрыс емес. Үйінде анасы орыс екен, әкесі қазақ екен. Әкесі ұстайтын болғаннан кейін бала да ұстайтын болған екен. Бірақ та ешқандай мысалы қандай талаптар бар екен білмейді. Ал мына қазақ мектептерінде оны түсіндіреді, айтады, ол өте керек.
сондықтан менің де ойым, мысалы келсем балаларға ерте мектеп балалары. Оны жаңағы сіздер айтқандай балаға оқушыға дұрыс жеткізе білу керек. Енді бір әуелде отырсаңыздар араларыңыздан Жансаяның мамасы екен, әжесі екен, бір әуелде отырсаңыз Абылайдың әжесі екен, қолға салсақ. Сөзін білесіздер, өзіміздің Абай атамыздың әні. Кеттік. Көзімнің қарасы, көзімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы. Қазақтың данасы, жас үлкен ағасы, бар демесін деймін, адамның баласы. Бар демесін деймін, адамның баласы. Сіздерге келгендеріңізге тағы да рахмет. Енді жаңағы видеоға байланысты сіздерге осындай 3 жағдаят берсем, осы жағдаяттан қалай шығатын едіңіздер, мысалға жұп-жұппен отырсаңыздар. Мағжанның әжесі, сіз мындай келіп отыра аласыз ба? Өзі ұмытылып тұрса осы өлең негіз. Жаңа. Мысалға сіз үшеуіңіз былай қарайсыз, иә? Біреуін таңдаласаңыздар. Сіздер біреуін таңдаласыңыздар, сіздерге қалды. Мектепке келгеннен әжесі балға белгілі. Тәте сәлем, сіз бәле құлай енді ғылым. Аналар өзімді қияп тұр. Мен сұрап айтам, мынау өзі жастардың балалары, ата-аналары тәрбие жоқ. Причем школ. Ол баяғындай 30 балаға бір мұғалім 45 минутта немен айтады? Сабақ түсіндіреді 20 минут. Сосын әжеке тияп көпес сөзі, мен айтам, сама школ өлең шығарып отырмын. Дейді. Мен айтам, 20 минут туда оқы деді, соны 20 минут сендерге қалай. Затын өзің оқы. Ерте келеді ғой, я помогаю дейді, дұрыс көмектесін мұғаліміңе. Вас много, вот біреу. Қайыр береке, не берсең қайыран бер, бастан заманшы халқыма тіштік береке береке ол ұялады ғой. Әруақтарымызға жатқан жерде жарып жайлы болсын, ана дүниеде жақсылық көрдені, жанатта болудан нәсіп етсін. Артында қалып жатқан ұрпақтар, ағайын туыстар аман болып, тек осындай жарсаққанымызда мол болып, қызық қуаныштармен қосылғанға нәсіп етсін. Ұрпақтар мұны аман болсын, солардың қызық тоймай жүрегімізге нәсіп етсін. Берік нәтиже рахман Аллах. Рахмет.